Сәлем достар, сіздермен бүгін блинный роллы жасаймыз. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Блинныйдың қамырына какаоны салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған табадай екі жағын пісіріп алатын боламыз. Блинчикті кішкене қалыңдау етіп пісіру керек. Дайын болған блиніміздің ортасына кремімізді жағып, қалған жемістеріңізді қойып, блиннайды орап шығатын боламыз. Блинімізді орап болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникте кемінде 2-3 сағаттай тұру керек. Дайын болған блинларымыздың орталарынан кесіп, қалауынша әсемдесеңіздер болады.